міне жалбыз мәдени өсімдік, бұны медицинада қолданады, халық емінде де қолданады. Халық емінде бұны 10 граммнан басап, бұны қайнатып, осы күйінде алып, қайнатса, тұнбасын жасап, соны қолдануға болады. Ал ресторандарда бұны шай қылып, мия тағып, кәдімгі мия тағып, лимонадтарға, шайларға қосып ішіп жүрміз. Одан бөлек бұны қазір бұны көлеңкеге кептіретін болсақ, бұл кәдімгі заварк болып шыға келеді. Солай қолданса болады. Міне сулы жерде жақсы өседі. Міне осындай болады. Ал арықтың бойында өсетін олар жабайы жалбыз десеңіздер, мантыгейді қосып жатады. Мен өзім ондай жей алмаймын. Мен сіздер қалай ойлайтындарыңызды, бұны басқа неге пайдаланасыздар, неге қолданғансыздар болса комментарийға жазыңыздар. Осы видео пайдалы болса каналға жазылып, WhatsApp-тағы чаттарға тарқатуларыңызды сұраймын. Басқа да сұрақтарыңыз болса, осындай емдік шөптерге қатысты менің каналымды қарап шықсаңыздар болады. Көптеген пайдалы осындай емдік, халық емде жүрген шөптерді, емдік шөптерді ішіндегі солардың барлығын түсіргенмін.